Екі қапты кинотеатрларда көрсетіліп, миллиардтан аса ақша жинаған дәстүр фильмі қазіргі таңда кино сүйермен қауымның назарын жаулауда. Фильмнің негізгі желісі ауылдың қалталы азаматының баласы Болаттың айналасында өрбиді. Ересек адам әкесінің қамқорлығын көріп, жастайынан сотқар болып өскен секілді. Әкесі әрдайым баласын қиын жағдайлардан аман алып шыққан болуы керек. Содан болар, ер азамат шағына жеткен жігіт әлі де әкесіне сеніп, оңды өмір құра алмай еркелеп жүреді. Бірде ол мектепті бітірген жас қызды көріп, былайша айтқанда есі кетеді. Оған қалағанын жасағысы келіп, сонымен ақыры зорлыққа барады. Бұл туралы бүкіл ауыл біліп, ата-аналарына енді екі жасты үйлендіре салудан басқа еш нәрсе қалмайды. Сөйтіп еріксіз екі жасты қостырып той өткізіледі. Жалпы киноны көргеннен кейін бірінші сезім, бұл негізі қорқынышты кино ма, әлде бұл әлеуметтік драма ма? Қорқынышты кино ма дейін десең, фильмді көргеннен кейін бір нәрсе жетпей тұрған секілді сезінеді екесің. Баяғы америкалық фильмдерді қарағанда, ақырында бір шок нәрсе болғанда, бір жерің ашып, қалайша осылай болды екен деп 2-3 сағат ойланып жүресің. Ал бұнда ақырында барлығы сәтті аяқталмаса да түсінікті болады. Көкейімізде еш нәрсе ой қозғамай бітіп қалады. Болаттың жағдайы, қыздың жағдайы, жақындары туралы бәрі айдан анық, сонымен басқа ешбір ответный реакция тумайды. Жалпы фильм қазақтың киноларымен салыстырып көрсең, ерекше дүние. Бұндай фильмдер арнайы бір назар төгуге лайық. Бірақ та шетелдің басқа да бір осы секілді ужастармен салыстырып көрсең, онша емес болып қалады. Қатты қорқынышты емес. Біздің киноға болады деген желеумен осы секілді минустарды айтпай қалмайсың ғой енді. Ал енді фильмді әлеуметтік драма деп қарастырайық. Фильмнің желісі мен тақырыбы қоғамның өте бір ауыр тұсын ақтарады. Осы сияқты ұрланып, зорланып, кейін еркінен тыс күйеуге берілген әпке қарындастарымыздың қарасы ойға келіп елестейді. Иә, бұл өте өкінішті және әділетсіз. Қыздың мәһірге не сұрайсың дегенде, еркіндік деген бір сөзінің өзі көп нәрсені айтады. Осы тағдырға душар болғандар қалай өмір сүріп жүр деп қалады екесін. Тіпті жақындармен арақатынаста күш көрсететіндер болса, саналарына бір ой ұялауы да мүмкін. Бірақ фильм осы әлеуметтік қоғамдық нәрсеге тоқталса, онда неге дін жаққа қарай қатты бетбұрыс жасап кеткен деп тағы ойланып қаласың. Мұқият қараған адам фильмде дінге өте көп көңіл бөлінгенін аңғарар. Махыр, калиманы айттырғызу, сүрелер, молдалар, жындар, дін тым көп болып кеткен. Түсінікті, фильмнің басты идеясы зұлымдық жасағандар мен оған қарсы шықпай шыдап отырғандар ақырында осы зұлымдықтан опық жейді дегенге саяды. Айттым ғой жаңа осындай. Қайтала. Бірақ неужели осы ойды тек дінмен ғана жеткізуге болады? Тіпті фильмді жасаушылар бұл идеяны дінсіз-ақ дәлелдеп берді. Оны фильмнің аяғынан байқасақ болады. Осы оқиғаға фильмдегі жындар темасы мүлдем қатысы жоқ деп ойлаймын. Осы жындар мен оларды аластату тиісті адамдарды қорқытып қызық көрсін деп қосылған секілді. Сол жерге келгенде қашан бітеді деген сезіммен отырдым. Ал ақырында келтірілген еліміздегі әйелдерге жасалатын зәбірлік туралы фактілер мен статистиканы көруге ешбір желание да болмайды екен. Тіпті көргің келсе де кетіп бара жатқан адамдар бөгет жасайды. Жалпы фильмнің соңында осы сияқты нәрселерді тығу сақалы өсіп кеткен стереотип тәсіл болып көрінеді. Сосын авторлардың шынайылығына да күмән тудыра бастайды. Фильмнің басты идеясына тағы оралайық. Зұлымдық әділетсіздіктің болуына көмектескен адамдар ақырында опық жеп қалады. Бұл негізгі кейіпкерлер үшін орындалады. Мысалы, әкім ашкөздік танытып, соңында осы ашкөздігінен опық жейді. Бірақ осы әділетсіздікті қаласа, болдырмай қоюға шамасы жеткен бірден бір адам Алдияр участковыйше. Ол заң үстемдігін орнатудың орнына жоғары тұрған басшылардың заңсыздығына көз жұмып қорқып отыра берді. Оны фильмнің басында балаларды ұрғанда байқауымызға болады. Түк болмағанда ешкімді жазаламай жүре беретін көрінісі. Фильмде ол қандай жазаға жолықты? Дұрыс, ешқандай. Фильмді көрген адам, сірә күресудің орнына бір жеріңді қысып отырғаның дұрыс болар деген ойға келуі бек мүмкін. Бұл қалай болған сонда? Зұлымдықты болдырма міндеті болған адам оны болдырып қана қоймай, оның үстіне ешбір жазаланбайды. Фильмде келтірілген қоғамымызға, елімізге жасалған сілтемелер, мысалы Нұрлы мешіт, Хан Шатыр мен Болашақ ауылы, осыдан кейін ешбір мағынасыз болып қалады. Оларды өте тез байқауға болады. Бірақ жағдайдың түзелетініне ешбір ишара көріп тұрғанымыз жоқ. Қарапайым азаматтар қылмыстарын жасап, опық жеп өздерімен өздері жүр. Ал жүйе болса сол қалпы өзгермей қалады. Жалпы кино жеткілікті дәрежеде шебер жасалған деуге болады. Қазақ киносында жаңаша бір дүние. Осыдан бұрын шыққан ужастар секілді орыс тілді аудиторияға емес, қазақ тілділерге жасалған. Содан болар халық сұранысына ие. Еліміздің авторларының шетел киноларына деген сәтті еліктеуі десек болады.